күнделік кезетке қалай кіреді? Күнделік кезет деп тереміз. Гуглдан міне осындай белгісі шығады. Кіру. Өзіңіздің логиніңізді тересіз. Кіші әріп болса кіші әріппен, бас әріп болса бас әріппен тересіздер. Өте мұқият боламыз. Нүкте ма, жол сызықша ма? Бір жерінен қате кетсе, солай көрмейді. Біз қайтып көріп көреміз. Пароль аламыз. Осылай сұраса қайтып пароль аласыздар. Себебі оны сіз ғана білесіз, сондықтан қайтып пароль аласыз. Төртеу болды ма? Төртеу. Дәл осыны қайтып тереміз ена жерге. Қайталаған кезде шатасып қалмауларыңыз керек. Одан кейін сіздерге осылай шығады. Перейти на сайт дейсіздер. Кейбіреулеріңізден не шығады? Кейбіреулерінен туған күніңізді теріңіз дейді. Өткенде бір-екі сондай оқиға болды. Туған күніңізді теріңіз дейді. Кейбіреулеріне электронный почтаңызды жазыңыз дейді. Бәрінде тура өзі шықпайды екен. Мен өзімде соны бір-екі рет байқадым. Сол жерде не сұрап тұр, соны жазасыздар. Міне, Сәрсенбай Кәусар, сізге кірдік. Міне бүгінгі сабақтардың бәрін осы жерден бүйтіп оқи аласыз. Дүниетану үйге берген тапсырмасы шығады екен. Мен енді оқушының атынан кіріп тұрмын. Бізде бұлай көрінбейді. Үйге берген тапсырма неде осындай жаратылыстану, дүниетану сабақтың кемінде аптасына бір рет кіруіңіз керек. Оқушының атынан, сосын ата-ана өзінің атынан. Шығып кетеміз қайтадан. Ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.